Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай перецтен, яғни болгар бұрышынан қысқа сақтау керектігін, қалай сақтау керектігін, жалпы болгар бұрышын морозильникке қатыруға болады ма, болмайды ма, сол туралы анық-қанығын сіздермен бөлісетін боламын. Шіріп кеткен немесе мынау сияқты солып қалған болгар бұрыштар болса үйіңізде тастамаңыздар, себебі бұл қажетіңізге жарайтын болады қыстың күні. Міне сол себепті менімен бірге болыңыздар. Мен сіздермен толыққанды осы болгар бұрышымен жұмыс жасап көрсететін боламын. Қысқа қалай сақтау керегін, бізге осындай пакеттер немесе аузы арнайы бекітілетін осы қысқа сақтауға арналған пакеттер болады, сол керек болады. Одан кейін мусор салғыш пакет, 1-2 ыдыс керек болады. Болды, басқа бізге ешқандай заттың қажеті жоқ. Міне ең бірінші біз қыстың күні фаршированный перец жегіміз келеді. Көбінде қыстың күні осы болгар бұрышы өте тапшы болады, және бар болса да өте қымбат болады. 1500-2000-нің үстінде болады килограммы. Сол себепті осылай жаздың күні, күзде осылай арзан болған кезінде сатып алып, осылай тоңазытқышыңызға, морозильнигіңізге қатырып сақтап қыстың күні рахатын көрсеңіз болады. Мен сол бөліскім келіп отыр сіздермен. Қалай өзім жалпы дайындап қоямын. Міне көрдіңіздер ғой. Осылай ішін жақсылап жуып тазалап алдым. Енді ішіндегі дәнектерін кетіріп осылай тазалап алатын боламыз. Ішіне морозильникке қатыратын боламыз. Екінші тағы да бір жақсы вариант дейін, оны сіздер банкаға жауларыңызға болады. Мен бірақ қазір банкаға жаумаймын. Мен сіздерге қалай тек тоңазытқышта ең қарапайым түрін сақтаудың көрсететін боламын. Осылай барлығын жақсылап бірінші тазалап алатын боламыз. Менде дайын салма, фарш, күріш, пияз, одан кейін помидор, қара бұрыш, тұз қосып, осылай фаршты салмасын жасап алдым. Енді осы дайын болған біздің перецтеріміздің ішіне салмамызды салып толтыратын боламыз. Өте қатты толтырып жібермеңіздер, себебі күріш сіңген кезде тығыз болып қалмауы керек. Піскен кезде ішіне сорпасы кіріп, тамақ жасаған кезде ішінде сәл сочный дейді ғой, сол сияқты сочный болып, дәмді болып түсуі керек. Қатты толтырмай салсаңыздар жарайды. Енді пакетімізге салып, ішіндегі ауаларын барын тығыздап алып тастаймыз. Одан кейін бетін буып, пакетіміздің осылай алып қоямыз. Келесі кезек екінші түрі бұл майдалап тураймыз перецтерімізді. Бұл тамақты сорпа тамақтарға қоссаңыздар болады. Одан кейін лағманның түрін жасаған кезде, міне диндин сомян лағманы бар ғой, сол тамақ жасаған кезде осы қатырылған, осы майдалап туралған болгар бұрышын, яғни перецімізді қоссаңыз өте дәмді болады. Осылай сақтаудың екінші түрі бұл. Барлық осы жарты табақтағы жарты перецімізді осылай майдалап турап алдық. Енді бұны да пакетімізге салатын боламыз. Пакетімізді алып, ішіне осын саламыз да, дәл жаңағындай ішінен ауаларын барлығын шығарып тастаймыз. Трубочка болса, трубочканың көмегімен ауаны ішінен өзіңіз сорып алып, шығарып тастасаңыз болады. Немесе дәл осы мен сияқты қолыңызбен үстінен, пакеттің үстінен басып, осылай жасап алсаңыздар болады. Аузын жақсылап ауа кірмейтіндей етіп буып қоямыз. Енді сақтаудың үшінші түрі, бұл жерде біз болгар бұрышымызды үлкен кусоктарға бөлетін боламыз. Бұл қатырылған перецтерді ет
ет тамағын асқан кезде қоссаңыз болады. Және де лағманның түрін жасағанда осындай болгар бұрышының үлкен бөліктерін салып жіберсеңіз болады. Картошкамен қуырған кезде әртүрлі басқа да тамақтарға қолдансаңыз өте керемет болады. Барлығын турап болғаннан кейін бұны да дәл жаңағындай пакетке салып, ішінің ауасын шығарып, аузын байлап қоятын боламыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен мен Ұлданай дәл осы рецепт бойынша, мен көрсеткен видео бойынша, әдіс бойынша жасап сақтап көріңіздер. Келесі видеомды өткізіп алмас үшін колокольчик батырмасын басып қойыңыз. Сіздермен ең таңдаулы, ең оригинал, ең жақсы әдістермен, тағам түрлерімен бөлісетін болам. Келесі видеомда менің қандай тақырыпта қозғағанымды қалайсыздар, қандай тақырыпты осылай көрсетіп, ашық, барлық осындай әдіс тәсілдермен бөліскенімді қалайсыздар. Астына комментарияға жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде оқып, сол тақырыпта видео салып сіздермен бөлісетін боламын. Ал қазірге сау, сәлеметте болыңыздар.